Assalamualaikum құрметті қадірмен достар, сіздермен мен ойын кезет арнасы. Бүгін сіздермен арменға жалғастыратын боламыз. Wrestling Revelation 3 түні. Біз алдыңғы матчта мінекей Голдисқа келген болатынбыз. Голдисқа Stardust емес, бұл соңғарында Голдис екен, Stardust емес. Ол Stardust деген қасындағы дос екен. Біз жерде бізге жекпе-жек бірге ойнайтын боламыз. Бүгінгі матчта осы Голдис қарсы. Біз алдыңғы видеода бізге 5 адам болып төгіліскен кезімізде бізге осы вызов тастаған болатын. Сол үшін біз бұл адамды міндетті түрде бүгін жеңуіміз керек. Мінекей алға кеткен біз бұл матчты өте жылдам, өте тез бұл адамның бычысын шарпып тастауымыз керек, бір сөзбен айтқанда. Бетіндегі маскасын шешіп алып тұрып. Бізге қазір не десе де одырсын, бізге ең басты бүгін матчта жекпе-жекте жеңіс керек. Бірақтан біз бұл жолы өзіміз ерекшіп бастадық. Және бір бәле деп жатыр, типа мына мен бүгін сені жетіп тастаймын, фанаттарын көрінше деп. Көреміз бүгінгі матчта кім-кімді жетіп тастайтын. Оны уақыт көрсететін болады. Алдыңғы матчта 10 минуттық. Сонымен көтер керемет. Өте жақсы бастық жекпе-жекті. Тұрсын. Мә, керемет. Тағы жоқ, біз бұл жолы бір соққыны 2 мәрте бірден ұра алмадық. Кезек деген. Сонымен бізге қайтадан соққы беріп, бірақтан біз бұл соққыны елемей тұрдық және керемет. Голдис қазір бірден бізге жеңіле бастады. Ұр жатыр, ұра бер. Бізге тоқтамай ұру керек, ұста. Қайтадан біз бұны күресе алмай қойдық мен тек қана. Және соның кесінен біз сырт алаңға қалып түстік. Жылдам кіру керек. Жоқ, біз қаша алмадық тіпті. Және 10 секундқа жылдам біз рингтің ішіне кіріп кетуіміз керек, әйтпесе кешкісек онда жеңіліс болады. Және тағы бір соққы алдық. Орбатыңа кіріп кетпесе рингке болмай жатыр. Тағы бір соққы алдық. 3 секунд болды уже, тағы 7 секунд қалды. Және бұл біздің аяғымызда болевой прием қалды. Енді қашып құтыла алмаймыз, енді қиын болады. Бірақ керемет, біз өте тез шығып кетеді. Бұл жылдам жүгір рингке. Керемет, рингке кіріп үлгерді. Бұл жерде балтаны алды, как будто бір балтамен ұруға болатын сияқты. Осы балтамен ұрғанда ғой біз технически жеңіп кететін едік. Қалды қайтадан біздің Голдис. Қайтадан керемет. Тұр, бұл тақ керемет. 2 мәрте қатарына ұрып, 3 мәрте керемет. Енді бұл жолы іштен кесе алмады. Керемет, енді тура сондай біз өзінің басынан қайтадан тептік. Қайтадан ұрып. Жоқ, біз бұл жолы оны отқан жерден бір ұрамадық. Кешіп қалдық кішкене. Және біз қайтадан тұрғызатын жер. Жоқ, бізді болевой прием қайтадан алды. Енді біз соққы беріп шығып кетуіміз керек. Бірақтан сол шығып кеттік. Бірақтан қайтадан соққы алдық. Қараңыздаршы. 2,5 минут болды. Әзірге біз бұған іштен кесе алмайсыз. Тек қана таяқ жеу үстіндеміз жердің астында жасап. Жылдан бұл рингтің жету керек. Жылдан канатта қол тигізсек дұрыс болады. Және бізді көтерді қадады. Бұл матчта Голдис өте жақсы дайындықпен келген сияқты, бірақтан біздің де приемдарымыз бұған өтпей тұрғанымызда жүзеге асып жатыр. Бірде-бір прием болсын, біз аяғымызда қайтадан болевой қалды. Және бізге спешл қажет, және бізге ең дұрыс нәрсе қашып кетуіміз керек рингтен. Рингтен сыртына қашып және қашып кетуіміз керек. Жылдам біз бұған өзімізді жеткізбеуіміз керек, мүлде жеткізбеуіміз керек. Өйткені жеткізсе біздің бұның бір приемнан біз наградадан тауып қалуымыз мүмкін. Ұтылып қалуымыз мүмкін бірден. Және рингтің ішіне кірдік. Және кірген күшейгендік. Бұл кір. Әзірге 6,5 минуттан аса уақыт бар. Және керемет қададық. Бұл тұр бұл. Қада қайтадың. Керемет. Енді осы бетімізден таймауымыз керек. Жылдам соққыда тағы тұр. Қайттан. Керемет. Бұл жол тағы бізге Дольф Зиглердің приемын көмектес. Қайттан қада. Керемет. Жоқ, әзірге прием жасаудың қажет жоқ. Енді тұрсын, ішіне қайттан жүгіріп кірейікші. Жоқ, бірақтан біз бұның ішіне кіріп құлатқан жоқпыз. Егер құлатқанда бұл адам мүлде тұрмауы мүмкін. Және бізді захват қалды, бірақтан біз захваттан 1 секунд болмай шықтық. Қараңыздаршы. Тұр, қайттан тұрды. Көтерді жағайды. Керемет. Әлі ойын аяқтауына 6 минут уақыт бар. Біз болсақ, бұны әзірге тек қана көп соққы бақтап жатырмыз. Енді ғана жаңадан бір таяқ жеп жатқан едіміз. Соққы қалды енді қайттан. Енді күтейік келді. Қараңыздаршы, прием тағы сытқызып жатыр. Бүкіл приемдарымызды біліп алды енді. Енді еш жинамай қалдық қайтадан. Бұл жүгір. Тұр орнынан.
Usta керемет. Қайттан қазуға мүмкіндік бар. Қаза. Керемет. Голдиспен біз әзірге бірдей уровень төлесіз бір дәрежеде. Бұл біз үшін өте үлкен мәртебе деп айтсақ та болатын шығар. Қайттан құлатты. Бол тұр. Тұрғыз қайттан. Жоқ, бұл жолы бізге Голдис бұл приемді орындауға мүмкіндік берген жоқ. Біз тек қана соққылар бағыттай бастады енді. Бұның осындай соққылардан қорқатын болдық. Қайттан соққы жоқ. Соққы бағыттай алмадық. Ойын аяқтауына 5 минут қана уақыт қалды. Біздің жизньіміздің почти бәрі жоқ. Кішкентай ғана қалды. Ал бұл болса мұның жасыл көп. Бұл жасыл аз деген сөз, бұл енді біздің есімізді жинай алмай аяқта тәлтіреп қаламыз егер бұны бітсе. Бәлкім қайттан толтыруға алып, бұны көп соққы бағыттап. Енді біз еңтісі тағыладық. Енді жылдам тұрудың орнына біздің адамымыз жатыр, сонда тұра алмай тұр. Қараңыздаршы. Қаншама күш беріп, қаншама күш кетті, бәрін жаңадан бер. Енді санайтын болды. Бұл жылдам кіріп кет. Және рингтің ішіне кіре алдық біз. Бұл кезейші ол. Бізде келді және қайттан сұрақ. Жоқ, біз қайттан прием істей алмай тұр. Қараңыздаршы. Мен енді давай. Керемет, давай. Захват. 1, 2, және 2 секундта ғана. 2 секундтың ішінде бұл өте оңай шығып кете алды. Ұста қайтты ұстаса керемет, қаза енді. Бәрекелді. Қайттан бұл жылдам. Көтерсе енді. Табылмай қалды, қараңыздаршы. Гүрт қағдайтын мүмкіндік қоны енді. Жоқ, тағы соққы бақтай алмадық. Және бірақтан біз болевой приемға алдық, бірақтан болевой прием 3 секунд осай алмадық даже. Күтейші өз бізге қарай секірген. Бірақтан мұны секіретін ойы жоқ сияқты. Бізге қайттан келді және тағы да құлатты енді бізге қазір захватты сауып бір жерде қиын болады енді анық. Тұр. Керемет, тағы да Супермен пач әдісін өтті дұрыс орындай алдық. Қайтадан керемет. Әзірге Голдис бізге кішкене де болсын жеңіліп бастады. Қайттан. Давай. Енді сауға болады захватты. Давай. 1 секунд. Қараңыздар, соншама тырысқанымызда 1 секунд болды. Бірақтан төлеші өте жай санады, өте жай. Тағы да қоғады, қараңыздар, тағы да. Әзірге ешті айтын мүмкіндік деп отқан жоқ. Және қайттан біз аяғымызды болевой прием қалды. Және бұл жерде керемет. Бұл жерде біздің аяғымыз канаттан сыртында тұрған еді. Және бірақтан бізге бұрышқа тақаба бұрып жатыр енді. Егер осындай бұрышқа тақалсақ, біз енді шығуға мүмкіндік жоқ. Және қайттан жамбас қалақтыр, қараңыздаршы тек. Ойын аяқтауына 2 минуттан уақыт қалып, біз болса ішін кесе жатырмыз. Керемет. Жылдам бол, тұр. Жылдам. Ұста қайтадан қаза. Керемет. Қайттан тұрғызар. Жоқ, бірақтан бұл жолы. Бұл бізге көнбей жатыр мүлде. Ұстады қайтадан. Керемет. Енді давай ұстауға мүмкіндік бар. 1 секунд, қараңыздаршы. Голдис десе Голдис екен, ешқандай мүмкіндік бермей жатыр. Көтері және алдыға да семей жоқ, артқа қадайды тек. Енді бұл жерде тұрмамыз екі жағдай. Ойын аяқталуына 1,5 минуттан уақыт қалып, біз болсақ шыдауымыз керек деген тек қана. Бізге жеңіс қиын болады, жеңіс жету. Бізге тек қана теңдік қана күшімізден келіп тұр. Секір, бәрекелді. Секірді, біз бұл жолы бұны секіргенде қаршып келдік. Қайттан көтер, давай. Енді 1, 2 секунд. Болды, жерге салайық. Бірақ по-любому шығып кетті. Ұстайын, қыса қайтадан. Керемет. Тұрғыз, қайтадан мүмкіндік бар. Енді 1, 2. Қайтадан 2 секунд. Қайтадан 3 секундқа жете алмай қойып қойын. Болевой прием. Қайтадан болевой приемға шыдаса дұрыс болар еді. Соққы бақты, соққы. Ұру керек, бірақтан бізге жатыр. Ұрғызбай жатыр. Енді үстіне шықты және жібере салдық. Өйткені бізге бұлай күрескен ыңғайсыз. Ойын аяқтауына 28 секунд уақыт қалды. Бізге шыдамыз керек. Керемет енді. Жоқ, бұл жерде бұның аяғы канадаға тиіп тұрды. Ұста қайтадан, енді көтерсе давай. Жоқ, қараңыздаршы, 14 секунд уақыт қалды. Енді рингтің сыртына шығасыз. Бұл шыққан кезде қайттан келеміз рингтің ішіне. Жоқ, соққы бақтырма. Және сонымен матч бітті сонымен.
тең матч болды. Енді қайттан басынан бастайсың демесе болды енді. Таза матч бұл, өте тең дәрежеде өтті бұл матч. Қарқын назар жақтан біздің бұл матчта енді жартылай болсын жеңілдік, жартылай өйткені көп жанымыз кетті және біз 6674 фанаттың алдында өз абыройымызды қорғап шыға алдық. Қараңыздар, бір матчтың 10 минутқа жалғасты, 10 минут, біз болса осы 10 минуттың ішінде әрең денде теңдік ұстап қалдық. Және сонымен екінші аптасы ноябрь жерде Рэнди Ортон Америка рестлингке контракт отырды, ал біреу болса мүлде рестлинг школға түсіп кетті. Біреу қағанда түсініксіз жатқан. Бұл да қайтты контрактқа отырды Джоэл Херден. Супер Сафари контрактқа отырды біз жүрген клубта. Сонымен қазір біздің кезекті қарсыласымыз кім екен? Хеликс. Біз қателеспесек Хеликспен төбелескен сияқтымыз бұнда. Жоқ, әзір Хеликспен төбелеспеппіз әзірге. Бұл Хеликспен болатын бірінші матч екен. Сонымен кетті енді. Хеликсті жеңуіміз керек. Бұл first fight, яғни бұл жасыл біткенше болады бұл бой. Немесе әдемі прием жеңген үшін. Спешл ажыттырген үшін болады. Сол үшін біз осы видеода, осы матчта біз қазір өз ата абыройымызды қорғап шығуымыз керек. Хеликсті міндетті түрде жеңуіміз керек. Дрей Симич. Бүгін матчта біз осы атпен бәріміз тамсандыруымыз керек. Және Хеликс өте белді рестлердің бірі. Сол үшін бүгінгі матч бізге оңай матч, және біздің жанымызды алсақ, біз күресе алмайды екенбіз. Бұл видеода, бұл матчта күресуге мүлде болмайды. Ұру керек, тек қана ұру ғана қалды бізде. Соққы жоқ, Супермен панч бізге бұл жолы ешқандай пайдасы әкелген. Бастан тағы соққы алдық. Тұрсын қайттан соққы, керемет, екеумізде бір-біріне соққы бере алдық. Соққы, қайттан соққы, ұр. Шапалақпен бетіне тамаша соққы бақтыратырмыз. Бұл болса кішкене нокдаун алып қалды. Керемет, өте жақсы соққы бере алдық басынан. Және де бұл да жасыл біткенше болды бұл матч. Ұр. Бірақтан ұруға мүмкіндік бола қойған жоқ. Жылдам қарсыласы өзімізді шақыруымыз керек, бізге қарсыласы еткені біз қарсыласқа барып соққы алып қалуымыз мүмкін, өзіміз жүгіріп барып соған қарай. Не істеймізден қараңыздар, жан-жақты тұрып алған, қалай жүгірсек те ыңғайсыз. Соққы керемет. Супермен панч приемы бізге нәтижесін бере алды, қайттан нәтижесін берді. Бірақ удар алдық, 2 удар алдық соның кесірінен. Соққыда тиген жоқ бұл жол. Енді керемет, өте керемет. Соққы бақтырамызда жатқан жеріне тек қана соққы бақты берімізді сөйлесе бұның кішкене де болсын жаны кетеді. Жақсылық сәлде болсын кетеді. Бірақтан біз өзімізді соққыға батырып оған соққы береміз деп. Секір шау? Жоқ, бұл жол бізге секірек қойған жоқ. Біздің қулығымызды уақытынан бұрын білді. Тағы соққы керемет. Бізге тек қана бүгінгі видеода осындай приемдармен жеңіске жетуге болады. Керемет. Біз бұны айбаған сыртына шығаруға мүмкіндік қалды. Тағы да соққы керемет. Өте керемет соққы бақты. Енді бұның жасылы өте азақ қалды. Қайттан соққы керемет. Жақсы сәл ғана қалды бізге. Кішкене шыдауын беріп, біз захват қалмаймыз. Захват қалмайтын болдық бұл видеода. Бұл матчта кешіңіздер. Қайттан тұрғыз жүрміз. Тұр, күту керек, тұрған күту керек. Соққы керемет. Өте керемет соққы бақтырадық. Және де матчта аяқталуына 7 минут уақыт қалып, 7 минуттың ішінде бұны жеңіп кетуіміз керек. Соңына шейін керемет, тағы керемет соққы бақтырадық. Әзірге біздің қарсыласымыз бізге ештеңе істей алар емес. Тағы соққы керемет. Сонымен жасыл тазақ қалды бұл жерде. Бір-екі соққы берсек, бұл жігітті ұмытылатындар. Және керемет, енді соққы бердік қой енді. Керемет, жеңдік қой терді енді. 3 минутқа ғана уақыт созылды. Бұл жерде біз 3 минуттың ішінде бұны оңай жеңдік өтпек қойған. Қиналып жеңдік. Мыналым тақтыр баған. Барш. 2 минут 59 секунд, почти 3 минут қойды. 3 минуттың ішінде біз қарсыласымыз 10 мың фанаттың алдында Хеликсті жергіп кеттік. Керемет. Бізге сол жеңгенім үшін $120 берді, бірақтан $100 тартып қойды. Сонда $20 алдық. Не болды соны?
Big Show бұл жерде контракт жоқ, бұл жерде чемпион болды Big Show. Ал бұл түсініксіз, мынау да түсініксіз. Бұл контракт істеді бұл да. Ал бұл да біздің қайтадан контракт істеді, біздің клубта жүрген адам. Ал біз болсақ 2019 жылы жүрген матчтардың көбісінде жеңіліп жатқан жоқпыз. Өте керемет бастап отырмыз әзірге өзіміздің карьерамызды. Және бізде болыпты демалыс. Ал келесі апта Америка рестлингіне қарсы матч болады. Кампас Кримас бұл өзі еркек қыз ба, шал қыз ба, түсініксіз өзі. Қараңыздар, мұрты шығып кеткен, сақал шығып кеткен. Бірақтан қыздар сияқты киінеді. Не болды осында? Растирос контраст және табылды клубпен. Біздің қарсыласымыз бұл жерде Джесси Бейл. Бүгінгі видео біз қызмен кететін бұл шөт файт. Бұл яғни жасылы біткенше болады. Сондай бұл. Соң бұл кімде ойлаған болсаңыздар, бұл өте қыздар арасында өте күшті рестлердің бірі. Әйгілі Triple H-тің әйелі. Жоқ, бұл емес Triple H-тің әйелі. Ол жаңа костюмдағы екен. Бұл вообще біз басқа адаммен шығатын болып тұрмыз. Бұл кім екен сонымен бізге де түсініксіз. Ал Triple H-тің әйелі болса еркек сияқты тура. Соң бізге бұл жезім біткенше болады. Жасылымыз біткенше немесе спешл прием орындағанша. Және біз төреші таныстырып жатыр. Екі жақтың адамдарын. Және бұл өзін реферимен деп таныстырып жатыр. Біз типа білмей жатырмыз осыны рефери екен. Ұстап. Жоқ, біз және қыздар таяжып бастадық ба сонда? Қыздардың бәле. Балалардың таяжып емемеді, қыздардың таяжып болдық. Орынды, ұсташ. Сөйтсең болды жаңадан бер. Бұл жерде захват қаламайтын да сияқтымыз, иә. Захват қаламаймыз бұл матчта тағы. Қайтадан ұста керемет. Иә, осымен бұл жасылы біткенше немесе бір қатты ауыр соқ қалғанша болады енді. Соға үшін көтерсем де керемет. Бәсе істек болды қыздармен жаңадан бер таяжи бермей. Тұрған күтейік, жоқ, бірақтан біз бұған жүгіріп кеттік, тағы соқ қалдық. Ішіне кіріп удар берейік дедік, ішіне кіріп. Бірақтан бұл жүрек асып бәлен бізге аяғымыз болевой прием қалып, бұл күлкі емес, бізге қазір ұтылып тағамыз бұл соңына шейін барымыз керек, Канадаға шейін шыдау керек, кішкене осыны шыдау керек. Шыда кішкене қалды, сәлақ қалды, сәлақ. Канадаға сәлаған жетіп қалдық, бірақтан біз Канадаға әлі жердің кішкене қиналатын сияқтымыз. Мен енді кішкене. Енді қалды, ой. Бұл қызатымен қанымызды ішті ғой дейік. Бір прием сөйт, сонша жатты астында. Сосын шөді қамшы осы жоқ. Бізге тағы прием сөйт қызбет қараңызыш. Ұстайық, бәрі келді. Шөттен ағыз өзін чөк көтті, соңғы баяны болевой прием қағыштады. Артқа тартайық, артқа, дайканса тартайық, артқа. Бірақ руп бірек. Соңғы арында болана қызға жақта сатырау. Ешкен сонда үшін барғаны жоқ, көтер. Ой, тағы да бізді қадады, смело қадады, тағы да. Какой-то қатын бізді қадады, какой-то бір қатын. Ұстайық, давай енді. Бәсе істеген болды, жаңадан бір таяжи бермей. Тосын шылам дейік. Басынан бір ұзай бермесен қайттан. Дайындалып тұрақ, кішкен тұрсын. Мә, тағы керемет соққы бердік. Тұр, уақыт жоқ тұр. Ішіне қайттан кіріп. Керемет. Бірақтан біз оған соққы берген сияқты еді, соңға бұл бізге қарсы әдісі қолдандау. Қайттан ұстады, қайттан қалды, қараңыздар, шәдізге бізге мүмкіндік берер емес. Керемет, бірақтан өзінде жамбасы қадай алдық. Бір какой-то бір қыздай тұр жеңіп атыр, әлең. Және нокдаун талып қалдық соң кесірін. Бірақтан соққы жасатуға мүмкіндік бере қойған жоқпыз, қанша нокдаун жасақтан. Ұсташ қайттан. Молодец. Жарты жаны жоқ әзірге. Сол себепті біз әзірге қатты қорқып қойсақ болады. Бірақтан бұның спешл кішкен толып қалған сияқты. Керемет соққы тағы жағынан. Қызбен төбелесіздер, баламен төбелесіздер мейлі, Джон Сина мен біреумен. Жоқ, какой-то бір қатынмен төбелесіздер. Бірақтан сол какой-то бір қатын бізге соққы жасауға мүмкіндік беріп жатқан жоқ.
Бұл бері кел, қашып барсың, бері кел. Біз бірге біраз ешкімге ұтылған жоқпыз. Және де бұған да ұтылмаймыз. Керемет көтерді, бәрекелді. Тұр бол, тұр. Кәшіне қайтқан секірмесек бұл жол елгезе үшке ішінде. Енді керемет. Шешек болды жаңадан бері. Са қайтсан көтер. Қадап, бәрекелді. Болевой прием қаш, болевой керемет. Енді давай. Қызды жеңетін шығармыз енді болевой приемға, бірақтан қыз бізге бергісі келмейтін сияқты әзірге. Өлі өзіміз ұлап жүргеніміз. Соққы мәш. Осылай береді соққыны. Және рингтің сыртынан қашып шықты бұл жол қайттан. Күтейік кесін, күтейік біз. Рингтің сыртынан бұл какой-то бір қатын үшін шықпай қойық. 2 секунд болды, 3 секунд болды, 4 секунд. 3 секунд болды, бақтан 4 секунд бола қойған жоқ. Ойын аяқтығынан 5 минуттан уақыт қалды. Көтер қайтадан. Керемет. Өте керемет қады. Қайттан тұрыс, қайттан қады. Бәрекелді енді, тамаша. Тұрсын бол, тұр. Ұста қайттан қады. Бәрекелді. Ойын аяқтығынан 5 минуттан уақыт қалды. Біз әзірге арамызда анық чемпионы таба алмайтынбыз әзірге. Ұста, бәрекелді. Бұл қыз берілетін шығар енді. Қанша прием алмады, жанымыз қанша удар алды. Удар алмау керек ең бастысы. Бізге удар алмауымыз керек. Жағынан. Бірақтан біз бұл бұның жағынан удар бере алмадық. Қайттан удар алдық сәнде. Сышты жаңадан бері, молодец. Енді құлады ғой, болды ғойны. Отылды әйтеуір дегенде. Қыздай сөй жеңді қой, қызды бір какой-то. Жас жері тұрмаш болды. Енді сағанды рахмет, шу жаға рахмет деп қойған. Әйтеуір 5 минут 35 секундтың ішінде біз қарсыласымызды таза жеңді. 9291 фанаттың алдында. Америка рестлинг қызын жеңдік қайтеуір дегенде. Және бізге $120 бет, $100 қойды. Соны біз $20 таптық қайттан. Бұл жерде бірінші аптасы желтоқсанның. Және де бұл Хеликс чемпион болып кетті. Қалай чемпион болып жүр? Бізден таяқ жеген адам. Соен бізе кезекті берді. Командалық бой болды бірінші мәрте. Бұл біз адаммен төбелесіп қойдық мінекей. Джо Морриси соен бұл видеоны аяқ жасырдың, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Ұнаса каналға подписаться етіп кетіңіздер. Сіздермен болған ойын кесе арнасы. Келесі кезге аман сау болыңыздар, және сізге бір каналды рекомендовать еткім келіп тұр. Ол каналдың ссылкасы описаниеда болады. Ол бала енді ғана бастап келеді сізге. Сол бала көмектесулеріңізді өтініп тұр, сұрамыз. Сіздермен болған ойын кесе арнасы. Келесі кезге аман сау болыңыздар.